Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Төрайым және азаматша. Төрайым орыс тіліндегі председательница сөзіне қазақша балама табу мақсатымен жасалған сөз. Орыс тілінде род категориясы болғандықтан, соған сәйкес мыңдаған сөз родқа бөлініп, олардың атаулары тұлғалық тұрғыдан ажыратылады. Ал қазақ тілінде род категориясы жоқ екені белгілі. Сондықтан орыс тіліндегі сөз тұлғаларының ара жігін ажыратып, бәріне жеке-жеке атау беру қисынсыз. Лауазымды білдіретін аға сөзінің гендерлік мәні жоқ. Сондықтан әскер қатарындағы, ғылым, білім саласындағы әйел қызметкерлердің аға сержант, аға лейтенант, аға оқытушы дегеніміз сияқты төраға сөзін ер адамға да, әйел адамға да қатысты қолданған жөн. Азаматша сөзі де дәл солай. Орыс тіліндегі гражданка сөзіне балама іздеуден туындаған жасанды сөз. Қазақ тіліндегі азамат сөзі белгілі бір мемлекеттің тең құқылы адамы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл сөзді осы мағынасында қолданғанда ер адамды да, әйел адамды да азамат деген дұрыс. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.